Сәлем баршаңызға. Ауысқан қамырларымыздан осындай тойымды кешке асқа орама самса дайындайтын боламыз. Ол үшін маған тіркеліп видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Менде әртүрлі самсаның қамырынан қамыр ауысты. Үлкен осылай жайып алдым. Еттің қамыры сияқты қылып. Қатты жұқада емес, қалыңда емес болу керек. Үстіне сұйық майымызды құйып жағып шықтым. Үстіне укропымызды осылай сеуіп шықтым. Оның үстіне аздап көк жуамызды салдым. Менде фаршымыз, фарш үстіне өткізгіштен өткерілген картоп қостым, араластырып, осылай үстіне қойып шықтым. Бәрін тегіс етіп жайып шығамыз. Бір тегіс үстіне жайып шығамыз. Фаршымызды тегістеп жайып болғанымыздан кейін рулет секілді қылып орап шығамыз. Қамырымызды орап болғанымыздан кейін қызып тұрған духовкамызда 30 минут 200 градуста пісіріп аламыз. Өзіңіздің духовкаңыздың пісіруіне қарай қойсаңыз болады. Менде 230 градуста пісіріп алатын боламын. Үстіне, қамырымыздың үстіне жұмыртқа жағып, өзіңіздің қалауыңызды сәндесеңіз болады. Мен үстіне қара күнжіт мақ қойдым. Өзіңіздің қалауыңызда бетін әрлесеңіз болады. Мен осындай мақпенен әдемдеп, сәндеп шықтым. Осыны пісіріп алатын боламын. Мінекей тойымды орама самсамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңізге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді, дәмі тіл үйреді. Жанұяларыңызға ұнайды деген үміттемін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Маған лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.